Жодам. Ассалаумалейкум, Шокбайчары көрермендері. Бүгін Ленгерге келдік, Сүлейман бауырымыздың шаруашылығына. Ассалаумалейкум, Сүлейман. Қалайсың? Алейкум, кеңес барым. Шүкір, өздерің қалай? Шүкір, рахмет. Жақсы келдіңдер ма? Рахмет, жақсы. Шаруашылығын түсіруге келіп қалдық, Сүлейман бай. Машалла. Рахмет. Енді қандай қошқарларың бар, қандай салықтарың бар, қысқаша түсіндіріп кетсең. Так, осы біз бастағанда, бірінші негіз бастағанда Тимур аға бар. Қайнар бұлақ дачадан. Содан бірінші алғанбыз негізі 14 бас. 14 бас тұсақтар алғанбыз. Ұрғашы. Неше жыл алдың бастан? Так, неше жыл 23-те Тимур ағадан алдық. 14 бас. Содан соларды бағып, келесі жылы 24-ші жылы Сиван ағадан, Құтарыс деген ауылдан Сиван ағадан алдық. 50 бас қозылар, ұрғаш қозылар. Сол 25-ші жылы қойдық қошқарға, 25-ші жылы. И биыл, альхамдулилlah, 26-ші жылы уже қозылар түсті. Сиван ағаның қойларын, тұсақтарынан. Қошқарлар біз Алматтан Атаман баласын алдық. Атаман баласын, Атом деген қара баласын. 2,5 миллионға алғанбыз сол кезде. Енді кешіресің, бір сұрақта. Басынан неге бұл жаңағы асыл тұқымды қойға өтіп жатсын? Адамдар көбісі айтып жатыр ғой, сонша ақшаны салат, пайдасы бар ма, жоқ па деген сияқты көп сұрақтар болып отыр да көрермендерден. Сен не үшін өттің, соны айтшы. Біз не үшін? Біріншіден негізі біз бастағанда ет үшін бастағанбыз. Бордақыға, е? Бордақыға емес, допустим, дәу маткалар, жақсы маткалар, жақсы қозы береді да. Бірақ жақсы қозылар 3-4 айға 40-30 килодай, 40 демейік, 30 килодай примерно ет береді. 3-4 айлығында. Сол үшін біз айттық, мықты матка алсақ, мықты поголовье алсақ, бізде қозыларда ауыр болады, етке жұмыс істейміз деп. Бірінші план ондай болған негізі. Солай болды, етке? Солай болды. Потом қазір өте дамып жатыр. Қой саласы өте дамып жатыр. Сол порода деген басталды, племенной хозяйстволар бар. Содан ойладық бізді. Бұлардың енді, допустим, менде қазір осы жерде бір 70 бастай қой бар. 70 бастан, допустим, 70 қозы алсам, бәрі мықты болмайды ғой. Бәрі мықты болмайды да. 70 бастан бір 15-20 басы мықты болады да. Содан қалғаны бәрі етке кетеді. Все равно етке кетеді да. Осылай ұстап жіберейік. Бұл қандай қозы? Бұл қозынан түскен қозы Атаманның немересі. Машалла. 1,5 айлық қозы. Мощный қозы екен. 1,5 айлық болды. Міне, кастиягы, көкірек, қуаны орналасу, горбоносы әдем қозы екен. Осы атасына тартқан осы қозы. Негізі бұның әкесі де қара, шешесі де қара болып тұр. Өзі осындай сары әдем түспен түсті. Сол Атаманның баласы. Богатырь деген қозы. Бұл неше айлық, Сүлейман? 1,5 айлық бұл. 1,5 айлық қозы. 1,5 айға өте үлкен көрсеткіш. Енді Алла қаласа биылғы қозылармен уже шығындарды жауып пайдаға керем десейші? Биыл 26-ші жыл негізі біз бастағанда план істегенбіз. 26-ші жыл уже бізге как бы доход жылы болу керек еді. Расходтарды жауып, уже жаймен, уже өзімізге ақшаға, допустим, для прибыли, уже прибыль болу керек еді. 26-ші жылы. Сол биыл уже Құдай қаласа бастап жатыр, жай қозыларды уже сатылып жатыр уже. Сатылып жатыр уже. Кеп бронировать етіп жатыр. Қазір сүттен шыққаннан кейін әкетеді да қозыларды. 4 айдан кейін сүттен шыққаннан кейін. 4 айдан кейін сүттен шыққаннан кейін, допустим, аяқта қазір бір қозы бар, метка қоямыз бастарында. Краска болады, анау қозы. Ана қозы түсірсең. Көрермендер, қызыққан адам болса, Сүлейман бауырымызға хабарласыңыздар. Сүлейман, телефон номеріңді айтып жібер көрермендерге. Телефон нөмірі 8705-398-0670. Қозы алам деген, Атаман линиясынан қозы деген кісілер болса, осы қозылардың шетінен келіп бұрындап, немесе сатып алам десеңіздер, осы жерде сатылатын неше түрлі жақсы қозылар бар. Бұяқта тек қана Атаманның емес, бұяқта Виконттың да. Виконттың линиясы да бар. Виконттың линиясы да бар бұяқта. Одан бір жақсы бір екі қозысын ұстап көрсетіп жіберейік та. Көрсетейік.
Анау қызылын ұстайсың ау? Қайсы? Мынаны ма? Бұл атомның Ол да атын ба? Көрсетейік та көрермендерге. Ұрғашшы қалай түсіп жатыр, еркегі қалай деген сияқты ше. Сволочь такая. Міне битоктың ұрғашысы осын ұстай кішкесі. Міне. Мынау ма? Бұл средний емес па? Жақсысы ма? Ұрғашы ғой бұл, жос средний такой. Сол, көрініп тұр ма? Бір еркегін ұстап кеу. Бұл битоктың ұрғашысы. Қазір еркегін ұстайым. Ал көрермендер, бұл екінші қошқардың қозылары екен, биток деген. Ол линиясы виконт. Қазір қошқарларды көрсетеміз, видеоның соңына дейін қараңыздар. Мына ұрғаш қозысы екен. Бұл неше айлық, Сүлейман? Бір жарым айлық. 1,5 айлық ұрғаш қозы, өте керемет, светлый, карбоносый, аяқтарда жуан-жуан ұрғаш қозы. Бұл қара маткілерден түсіп жатқан қызыл қозылары ғой. Осы екеуі де қара маткадан түскен. Светлый бас болып тұр. Бұл еркегі, бұл 1 айлық. Бұл кіші одан, иә? Бұл одан кіші бұл еркек. Машалла, мынау мощный екен бірақ. Осындай гарбанос, аяқ қалыңдығы. Құлағын орналасуы гарбаносый міне. Светлый. Құйрығын көрсетшер көремін. Құйрығы да әдемі екен, келіскен, көтеріңкі құйрық. Осындай. Ал енді Сүлейман, қошқарларын көрейік. Көрейік. Машалла, Сүлейман, мына қошқарыңа таң қалдым ше, бұндай қошқар. Разрез, цвет, қандай линия бұл? Бұда өзіме негізі қатты ұнап тұрған осы қошқар. Бұл линиясы, әкесі бұның виконттың баласы. Бұның әкесі виконттың баласы. Шешесі блондиннің прямой қызы. Бұның шешесі. Бұл Анвар бәйкеден, Новопокровка. Анвар бәйкеден Қырғызстаннан шешесімен келген. Осы яқта туылған бұл. Сөйтіп, ол бізге дальше келген осылай. Жаңа таң қалдым қара сауықтардан енді. Қызыл қозылар, светлый қозылар тастап жатыр екен, енді өте керемет. Қаны мықты қошқар екен. Да, қаны зор бұның, машалла. Сол мен де таң қалғаным сол, қара маткалардан светлый қозылар бергеніне таң қалдым. Бұның бойы қанша, Сүлейман? Бой негізі 1,3 м конкретно бар. 1,3 м. Костяк деген енді керемет, мощный, жуан. 1,3 м бар енді. Тісін көрсетіп жіберейік көрермендерге. Бұл қазір неше жаста? 3 жаста. 3 жас. Қазір 6 тіс болып тұр ғой. Әлі. 6 тіс 3 жасқа сол көктемде толды. Қазір 3 жас қой. Енді 3 жасқа толған. Осындай красавец. Керемет екен. Енді битоктың қозыларына қызыққан адамдар болса, Сүлейманға хабарласыңыздар. Биыл өте керемет, мықты қозылары түскен. Енді жүйелі бағада келісіп берем деп отыр ғой. Хабарласып, бағасын сұрасаңыздар болады. Иншалла. Тағы да басқа қошқарлар бар ма, Сүлейман? Тағы бар, 2 қошқарым бар. Осылай тұрсын ба? Машалла, мықты қозы екен. Бұл неше жасар? Бұл бірге енді толды бірге. Енді толды, е? Бірге енді толған. Озас кел түсір жібер, көрермендерге. Өтірікші болып қалмайық. Міне, қозысыз, достар. Әлі қозы. Машалла. Енді құлағының расположениесі, гарбаносый, көкірегіне қарасаңызшы. Керемет қошқар екен. Бұл линиясы қандай? Бұның линиясы Длинный немересі бұл. Длинный деген қошқар бар еді ғой Қуаныш ағамызда. Қуаныш Мықтыбай ағамызда. Сонан баласының баласы да бұл. Бұның әкесі өліп қалды бізде. Негізі мықты қошқар еді. Сол осыдан. Өзі де мықты екен. Машалла. Сонда бұл өзің шаруашылығында туылған ба? Уже полный өзім шаруашылығынан шыққан қошқар осы уже. Көрермендер, көрдіңіздер ма? Сүлейманның шаруашылығына не деген керемет қошқарлар. Гром деген қошқар. Значит, маткілердің өзі оңай болып тұрған жоқ қой. Дающий маткалар, мұнан маткасы.
Вообще мощный матка мынау. Биылда туылған мощный қозысы бар. Ұрғаш туды биыл. Өткенде выставкаға апарым керек еді Сулейман ше. Керек еді негізі. Мықты қоз екен. Ей, машалла. Айғыр болып тұр ғой ма қозың. Стоять. Енді Алла қаласа бұл биыл пробникқа түседі ғой Сулейман. Иншалла биыл қазір майда қоямыз же, майда ма? Бастап тұсақтар қоямыз бұған. Қойлар тұсақтар қоямыз. Сол көреміз иншалла пробниктарын. Разрезде бар екен, жақсы қошқар екен. Машалла. Берекесін берсін Сулейман. Рахмет. Алла разы болсын. Тағы да қошқарларың болса, шығарып көрсет, көрейік. Қазір көрсетеміз. Жақсы нәрсе көрмекке дейді ғой. Все. Жақында. Тоқта. Өстіп қойып алайын. Вот. Все. Сулейман. Бұл қандай қошқар? Бұл бізге сыйлық жездем подарил етті. Жездем Наби. Атаманның егесі сол. Шешесі великолепный. Әкесі атаман осы қошқардың. Машалла, осындай красавец. Өте әдемі. Қолындағы бірінші пробникі бүгін туылды мынау. Бірінші пробник бүгін туылған. Достар, бұл бірінші класс сауықтан түсіп тұр да. Элитный қой қоса, білмеймін қандай қоз тастайтын. Керемет ұрғаш қоз тастаған. Құлағына расположение, горбонос, аяғына қарасаңыздар жуан. Әдем қоз тастаған, пробник қозы. Өзі бір тоқтыға қойған екен ғой, бірінші класс ше. Тоқтыға қойылған. Бірінші тума. Керемет ұрғашы қоз туыпты ғой. Берекесін берсін. Рахмет. Тардай шашылып. Амин. Әдемі төлдер бере берсін Сулейман. Осындай көкірек. Машалла. Көкірегі де зор. Машалла. Разрез құйрығы до конца. Машалла. Осындай қозы. Енді Сулейман жаңа айтып отыр едің ғой, бір жасарлық сатылатын қозылар бар деп ше. Солар түсіріп жіберейік. Давай. Көрермендер көрсін. Қызыққан адамдар Сулейманға хабарласып, Шоқбай-Сары каналынан десеңіз, хабарласып, жақсы бағада береді. Все, иншалла. Машалла, Сулейман, қошқарларың керемет екен. Қара қошқарың жайында бір ақпарат айтып кетсейші. Қандай қошқар, линиясы қандай, жасы нешеде? Бұл Атом деген қошқар, атаманның баласы. Шешесі Тайсонның қызы. Осындай машалла. 2 жасқа енді толды. Осы 4 тіс болып жатыр. Машалла, осыдан мықты қозылар берді негізі болша. Зор қозылар берді. Тура өзіне ұқсатып беріп жатыр қозыларды. Машалла. Мынау енді пробнигі ғой, пробнигі бұл атаманчик деген қошқар. Бұның шешесі де қара, міне әкесі де қара. Өзі осындай туылды. Горбонос, құлақ енді зор болып тұр бұда. Көкірегі мықты. Бір жасқа әлі толмады бұл. Бір жасқа әлі толмаған. Міне, тісін көрсетіп жіберейік. Міне тісі. Еще сатылымға шығып жатыр бұл қошқар. Қайсына қозы сатылады ғой? Осы қозы сатылады. Осы қозы сатылады. Енді Шоқбай-Сары көрермендеріне скидка жасап бересің Сулейман? Обязательно. Так что көрермендер Шоқбай-Сары арнасынан шығыңыздар Сулейманға. Жақсы бағасын келістіріп берді сіздерге. Қызыққан адамдар болса, төменде қалдырамыз. Хабарласып, міне атаманның прямой линиясы ғой бұл ше. Алам десеңіздер, міне осы қоз сатылады. Биылғы қозылар да бар. Атом деген қошқар. Биылғы зор қозылар бар. Адамдар таңдамай жатып, ертерек кеп таңдап алып кетсеңіздер болады. Жақсы қозылар бар екен. Әдемі. Бұйырсын Сулейман, берекесін берсін. Рахмет, Алла разы болсын. Сендердің де каналға Алла тағала продвижение насіп етсін. Достар, көргендеріңізге рахмет. Алла қаласа тағы да мықты шаруашылықтар түсіреміз. Әрқашанда комментарий жазып, өздеріңізді ойларыңызды білдіріп отырыңыздар. Көргендеріңізге үлкен рахмет.